Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау мақсатында микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың әкімшілік жауапкершілігін күшейту үшін бірқатар шаралар қабылдады. Тиісті өзгерістер 2025 жылғы 10 қаңтарда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске енгізілді. Осылайша, кодекстің 211 бабына жарнаманы тарату және орналастыру кезінде жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін көрсетпегені немесе дұрыс көрсетпегені үшін әкімшілік жауапкершілікті көздейтін түзетулер енгізілді. 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл көзделген. Бұдан басқа агенттікті микроқаржы ұйымы кредиттік серіктестік немесе ломбард ретінде тіркеу туралы хабарламағаны не уақытылы хабарламағаны үшін жауапкершілік енгізілді. 20-дан 40 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл белгіленді. Агенттіктің және Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің 2024 жылғы 19 тамыздағы бірлескен қаулысымен жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің шекті мөлшері айқындалды. Мәселен, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар ұсынатын микрокредиттер бойынша 46%, күнтізбелік 45 күнге дейінгі мерзімге берілетін микрокредиттер бойынша айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 45 еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде, күнінен 0,3%-дан кем, бірақ 179%-дан аспайтын мөлшерде. Агенттік бақылау және қадағалау органы ретінде микроқаржы ұйымдарының қызметіне заңнаманың сақталуына, оның ішінде субъектілердің әрекеттеріне азаматтардың шағымдары мен өтініштері не бұзушылықтардың бар екендігін көрсететін өзге де ақпарат келіп түскен жағдайда тексерулер жүргізуге құқылы. Бұзушылықтар анықталған жағдайда микроқаржы ұйымдарына тексеру нәтижелері бойынша шаралар қолданылады. Оның ішінде айыппұлдар салынады.